Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзімнің сүйікті пирогым зебра пирогының рецептісін ұсынамын. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Бір жасағаннан өте керемет болып шығады деп айта аламын. Ең алдымен ыдысымызға 8 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне қантымызды қосып, жақсылап аппақ болып көпіргенше миксермен араластырамыз. Енді үстіне қаймағымызды саламыз. Мендегі қаймақ дүкеннің 20% қаймағы. Араластырып болғаннан кейін үстіне сармайымызды қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Енді дайын болған массамызға ұнымызды саламыз. Ұнымызды салмас бұрын 2 қасық ас содамды салып, жақсылап араластырып дайындап алғанмын. Үлкен мөлшерде жасап жатқандықтан мен 2 еселеп жасадым. Ұнымызды 3 бөліп, осылай жақсылап миксермен араластырып аламыз. Бірден ұнымыздың барлығын салып жіберуге болмайды. Тортымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді 2 ыдысқа бөліп құйып аламыз. Бірінші ыдысымызға какаомызды қосып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Енді осылай ыдысымызға 2 қасықтан салып, зебра жолақтарын жасаймыз. Мінекей бәрін салып болдық. Енді осылай ағаш таяқшамен өрнектер салуға болады. Видеода көрсетілгендегідей қылып жасасаңыздар, өте әдемі болып шығады. Пирогты міндетті түрде қызып тұрған пешке салу керек. 180 градуста 45 минутта піседі. Тортымыз керемет болып көтеріліп дайын болды. Енді мен осылай қант ұнтағымен әсемдеп шығамын. Түрлі рецептілермен кефир қосып та жасадым, бірақ дәл осындай қаймақ қосқандағыдай болып шыққан жоқ. Сондықтан да сіздер де жасап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.